Қайнатқан кезде езілмейтін, қатырған кезде жарылмайтын тұшпара дайындайтын боламыз. Бұның қамырдың жасалу жолы ерекше. Ең алдымен бізге осындай 1 стакан қажет болады. 4 стакан ұн саламыз. Аздап қана тұз дәміне қарай. Кейін 4 ас қасық сұйық май. Және де ұн салған стаканмен 1 стакан қайнап тұрған ыстық су құямыз үстіне. Алдымен қасықпен араластырып аламыз. Кейін қолмен араластыратын боламыз. Ең соңында осылай қамырдың үстіне 2 дана жұмыртқамызды жарып, осылай жақсылап тұрып қамыр елейміз. Қамыр бізде жұмсақта болып келеді. Міне осымен бетін жауып қоямыз, 30 минутқа тоңдырып қоямыз. Кейін осылай ұсақтап мен 4 бөлікке бөліп алдым, жаюға ыңғайлы болу үшін. Қамырымызды жаямыз. Жайып болғаннан кейін осылай дәл видеода да кесіп аламыз қамырымызды. Тағы да 2 бөлікке бөліп, 4-3 етіп ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Енді осыған дайындаған фаршымызды салып, дәл видеодағыдай осылай міне домалақтаудың қажеті жоқ, дәл видеодағыдай осылай тұшпарамызды түйіп шығамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін қайнап тұрған сорпаға тұшпарамызды пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.